өзімізге деген сенімді жоғалту арқылы көп қиыншылыққа тап болуымыз мүмкін. Бұл қиыншылықтар сабақтан, жұмыстан, тіпті достармен бірге өткізген қызықты сәттерден ләззат алуға кедергі жасайды. Осындай жағдайға тап болмас үшін өзіңізге сенімділікті қайтарудың жолдарын іздеңіз. Бұл видеода 15 түрлі қанатты сөздер туралы айтылған. Видеоны соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыз. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенім де көп ғажайыптар жасай алады. Күмәнді шындықтан нанатын өтірік артық. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Өзіне артық жүк арқалайтын адам көп іс тындырады. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Өзіңіздің бірегей екендігіңізді мойындаған кезде өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Өзіңізге деген көз қарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Еш уақытты үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Адамның ойы ұшқыр болғандықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Өмірдің сізден не күтетінін туралы сұрамаңыз, тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз, өйткені әлемге өмірге құштар адамдар керек. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.